Ассалаумағалейкум достар. Қазақстан ұлттық банкі есте қалатын оқиғалар мен біртуар адамдар монеталар сериясынан Рахымжан Қошқарбаев 100 жыл коллекциялық монеталарын 26 тамыз 2024 жылы айналысқа шығарды. Монеталар Мельхиор қоспасынан Mn25 жасалды. Массасы 15 грамм, диаметрі 33 мм. Дайындау сапасы Brilliant Uncirculated. Номиналы 200 теңге. Таралымы 5000 дана. Коллекциялық монеталар Қазақстан теңге сарайында дайындалды. 2024 жылы Қазақстанның халық қаһарманы, Ұлы Отан соғысының батыры Рахымжан Қошқарбаевтың туғанына 100 жыл толды. Рахымжан Қошқарбаев 1945 жылы 30 сәуірде Берлинді алу кезінде Рейхстагқа қызыл ту тіккен Қызыл армияның алғашқы сарбаздарының бірі болды. Монетаның реверсінде орталық бөлігінде Рахымжан Қошқарбаевтың бейнесі бейнеленген. Сол жағында алтын жұлдыз ордені, жоғары жағында Рейхстагқа ту тіккен жазуы жазылған. Төменгі жағында халық қаһарманы 100 жыл Рахымжан Қошқарбаев 1924-1988 жазулары бейнеленген. Орталық бөлігінде шайқас майданының сюжеті бейнеленген. Танкілер және де жауынгерлер Рейхстагты алып жатқан сюжеті бейнеленген. Және де жауынгердің қолында қызыл ту, жоғары бөлігінде ұшақтар бейнеленген. Рахымжан Қошқарбаевтың оң жағында монетаның шыққан жылы 2024 және де Қазақстан ұлттық банкінің логотипі бейнеленген. Монетаның қыры бедерлі. Монетаның аверсінде орталық бөлігінде Қазақстан Республикасының елтаңбасы бейнеленген. Жоғарғы жағында Қазақстан ұлттық банкі, төменгі бөлігінде National Bank of Kazakhstan деген жазулар бейнеленген. Төменгі жағында номиналды білдіретін 200 теңге және де елтаңбаның оң жақ және сол жақтарында қазақтың ою өрнектері бейнеленген. Достар, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаймыз. Сау саламатты болыңыздар.